Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен творогтан жасалынатын сырниктің рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге творог қажет. Творогтың үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. 4 қасық қантымызды саламыз. Жақсылап погружной блендермен әбден араластырамыз. Бұнда комок ешқандай қалмау керек, біркелкі масса болу керек. Бұл жерде біздің творогымыз құрғақ, өте құрғақ болу керек, рассыпчатый болу керек. Сосын үстіне 2 қасық манный крупамызды саламыз. Ванильный сахарымызды саламыз 1 қасық. Тағы да погружной блендермен жақсылап араластырамыз. Бұл жерде манный крупамыз творогтың артық ылғалдылығын өзіне сіңіріп алады, разбухать етіп, массаны жеңіл қылады. Өте жақсы болды, пышный қылады. Әбден араластырып болғаннан кейін бұл массаны 15-20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут өткеннен соң міне енді сырнигімізді формировать ете бастаймыз. Доскаға ұнды жайып, жақсылап қалыңдығын 1,5 сантиметрдей қылып, домалақтап доскаға тізе бастаймыз. Менде бұл 500 грамм творогтан 14 штук сырник шықты. Жасап болған соң сковородкаға сармайымызды салып, сармайға подсолнечный масло қоссаңыз да болады, кішкентай. Бірақ сармайды азақ мөлшерде саламыз. Аз мөлшерде сармай салып, сырниктеріміздің 2 жағын алдымен бірінші жағын қызартып аламын да мен. Сосын аударып, не керемет сарғыштау болып піседі. Біраз бетін жауып қоямын, аударғаннан кейін 4-5 минутқа сосын ала бастаймын. Керемет дәмді сырниктеріміз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасауға сіздерге кеңес беремін. Және менің каналыма осындай рецепттер әлі де көп болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне іші өте сондай үлпілдеген, дәмді сырниктеріміз шықты. Сыртында майы аз. Бұл сырникті өздеріңіз білесіздер, кейбіреулер сахарный пудрамен жақсы көреді. Кейбіреуіміз вареньемен жақсы көреміз. Енді балабақшадағы сияқты сметанамен де жақсы көреді. Балабақшада көбінесе сметанамен береді балаларға. Осындай 3 түрлі сырникті 3 түрлі тәсілмен жеуге болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Алтынай. Әлі де менің көптеген жақсы керемет рецепттерім шығады. Сіздермен міндетті түрде бөлісемін.